Балжан Бөлтірікова атындағы номер 4 мектеп-лицейінің 2 Ә сынып оқушысы Қатарбек Кәусар. Абай Құнанбаевтың туылған күніне 175 жыл толуына орай Иван Крыловтан аударылған мысал өлеңі. Шүгіртке мен құмырсқа. Фырылдап шүгіртке, аршып жүріп ән салған, көгалды қозғалақтап, қызықпен жүріп жаздалған. Жазды күні жапырақтан, бірінде тамақ, бірінде үй. Жапырақ кетті, жаз кетті, күз болған соң кетті күй. Жылы-жаз жоқ, тамақ жоқ, өкінгеннен не пайда? Суыққа тоңған, қарны асқан, ойын қайда, ән қайда? Оны менен тұрмады. Қар көрінді, қыс болды. Сақсыз сорлы бүкшейді, тымақ қиын іс болды. Секіру қайда сүрініп, қабағын қайғы жабады. Саламда жатыпдан шыған, құмырсқаны іздеп табады. Селкілдеп келіп жығылды, аяғына басыра. Қарағым, жылыт, тамақ бер, жас шыққан сасыра. Мұның жаным сөз емес, жаз өтерін білмеппен, жаным не сұры, азы қылмаппен. Мен өзіңдей сұрвасыл, жұмсақ үйлі ме, көгалды қуып ән салып, өлеңнен қолым тиді ме? Қайтсын қолы тимепті,